Бізде енді Құранға түсіп жатқан кезде мына ереже енді үйретіледі ғой. Кейбір кісіге түсініксіз болып жатуы мүмкін. Я күн ләху деген сөз. Яғни н әрпі жазылып тұр, бірақ біз оны л ғып оқимыз. Неге? Егер ол л болатын болса, л ғып оқитын болсақ, неге л ғып жазып тастамайды деген сияқты енді түсініктер, ойлар болады ғой, бізде де болған деген сияқты. Бұл негізі н әрпі, мынаның енді түп әріптері, бұл өзгермейді. Бұл тек мына жерге л әрпіне жолыққан кезде ғана л болып өзгереді. Яғни якун якуллаху. Бұны идғам ережесі деп айтады тәжвидте. Яғни қашан нун немесе жаңағы тәнуин өзінен кейін л әрпіне жолығатын болса, ол н емес л әрпіне сияқты кіргізіліп оқылады. Яғни л болып оқылады. Өйткені н тура осы сияқты н тәнуин осындай 6 әріп бар өзі идғамның. Сол 6 әріпке жолыққан кезде кіргізіліп оқылады да, сол әріптерге қарай. Ал одан басқа қаншама әріп бар, ол кезде басқаша оқылады деген сияқты. Сондықтан бұл жердегі л деп жазатын болсақ, онда мүлдем сөз өзгеріп кетеді. Ол басқа әріпке жолыққан кезде басқандай болып кетеді. Енді бұның сонымен қоса н мен бөлек л р әріпіне жолықса, сол сияқты болады. Яғни л р. Яғни құл робби емес, құр робби. Яғни л р-ға жолыққан кезде р болып оқылады. Енді бұның бәрі неге деп жатады ғой? Бұның бірден бір себебі мынау. Біріншісі, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солай оқығаннан кейін, бізге солай жеткеннен кейін біз солай оқимыз. Екіншіден, бұл жерде қарасаңыздар л, н, р әріптері тілдің ұшы не? Мынау үстіңгі таңдайларға тиеді. Яғни бәрінің махражы бір-біріне жақын. Соңғы себепті, мысалы н-ны якун ләху деп жүргенше, екеуі де бір-біріне жақын болғандықтан бір-біріне қосып жібере салады. Якуллаху деп. Немесе р әрпіне қосып жібереді. Яғни н-ны р әрпіне кіргізіп жібереді деген сияқты. Бұл сондықтан махраж орындарына байланысты. Яғни үшеуінде махражы таңдай, бір жер, жап-жақын. Сондықтан не? Сол себепті бір-біріне кіргізіліп кетеді. Сол сияқты, мысалы, зо, сә, зә деген сияқты әріптер де бар. Бұлардың махражы не? Тілдің ұшы екі тістің арасы немесе үстіңгі тіске тиіп, не істейді? Шығады. Бұлар да бір-біріне жолыққан кезінде кіргізіліп оқылады. Және де мысалы, тә, дәл, то деген әріптер. Тілдің ұшы не? Үстіңгі тістің түбіне тию арқылы. Енді жуандық кезде енді тілдің арты сәл көтеріледі, жіңішкелерде жатады. Бірақ бәрінікі не? Тілдің ұшы үстіңгі тістің түбіне тиіп тұр. Сол себепіне бұлар да бір-біріне жолыққан кезде кіріп кетеді. Яғни н-ның л-ға жолыққандағы кіріп кетуінің бірден бір себебі осы десек те болады. Енді Аллах жақсырағын білуші пайдалы болсын.